Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз робототехника тарихы және перспективалары. Алдымен ойланайық. Робототехника деген не? Робототехника бізге не үшін қажет? Бүгінгі сабақта үйренетініміз робототехника тарихы, адамзаттың техникалық жетістіктері. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робототехника электроника, механика, информатика, радиотехника және электротехника салаларына сүйенеді. Роботтар қашан пайда болды? Робототехника тарихы ежелгі дәуірден бастау алды. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін пайда болды. Оны ежелгі грек математигі Архет құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. Толығымен автономды роботтар 20 ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ең бірінші цифрлық басқаруы бар программаланатын робот Унимати болған. Ол балқыту машинасынан ыстық темір бөлшектерді алып жинайтын робот болған. 20 ғасырға дейін фантастика деп саналған барлық қиялдар орындалып, адам қашықтыққа қарамай ақпарат алуды, жіберуді, жаяу жүрмеуді, аспанға ұшуды, тағы басқаларды үйрене бастады. Осылай технологиялық жетістіктер жылдан жылға арта берді. Робот пен техниканың байланысы артып, бөлек бір салаға, ғылымға айналды. Бүгінгі таңда робототехника тез дамып келе жатқан үлкен сала және жылдан жылға бізді таң қалдыруда. Әсіресе коммерциялық және өнеркәсіптік роботтар кеңінен тараған. Роботтар құрастыру, жинақтау, жеткізу, жердегі және ғарыштағы зерттеулер үшін медициналық оталар, зертханалық жұмыстар, қауіпсіздік тағы басқа үшін кеңінен қолданылады. Ол роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмысты мұқият орындайды. Роботтардың бір жақсы қасиеті олардың ешқашан шаршамайтыны. Кейде жұмыс адам үшін тым қауіпті немесе қиын болған жағдайда робот мұны ешқандай қиындықсыз атқарып шығады. Роботтардың көпшілігі тұрақты және механикаландырылған жұмыстарды атқару үшін зауыттарда пайдаланылады. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап берейік. Робототехника деген не? Адам тәріздес роботтар қашан жасала бастады? Роботтардың адам үшін қандай пайдасын білесің? Себебін анықтайық. Робототехника не себепті пайда болды? Неліктен робототехниканың маңызы күннен күнге артып келеді? Талдап салыстырайық. Жануар роботтардың суретіне анықтап қарап, оларға атау бер. Бұл роботтар адамға қандай пайда келтіруі мүмкін? Талдап айт. Келесі тапсырманы компьютерде орындаймыз. Интернеттен ең алғашқы роботтар туралы ақпарат ізде. Компьютерде олар туралы шағын хабарлама жаз. Робототехника тарихы және перспективалары тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында. Келесі тапсырма практикалық жаттығулар. Қажетті сөзді тауып, орнына қой. Дұрыс жауабын ұяшыққа орналастыр.
Сауыттағы роботты тап. Дәптерге орындайық. Төмендегі сұрақтарға жұбыңмен ақылдасып, ойларыңды жазыңдар. Қазақстанның білім саласы мен экономикасына заманауи роботтардың қандай пайдасы бар? Робототехника қалай дамып келеді? Болашақта қандай роботтарды қолданған тиімді? Үйде орындаймыз. Ребусты шеш, шыққан сөзден сөйлем құра. Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.